Құрметті достар, біз осындай манта жасап шығаратын боламыз бүгін. Бірінші қамырын илеп аламыз. Қанша керекті екені описанияда көрсетулі. Бізге керекті заттар су, тұз және ұн. Суымызды құйып, тұзымызды араластырып, тұзымызды жақсылап беру қажет. Салқын суда қамыр илейміз. Қамырымызға ұнымызды бөліп салып илейміз. Бір ескерге кететін жағдай, бұрын мантының қамыры жұмсақтау болу қажет. Қамырымыз дайын, көріп тұрсыздар қандай жұмсақ екені. Осы қамырымыздың бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз жақсы демалу қажет және июі қануы қажет. Керекті заттар мәнтіге, ішіне салмасына фарш, асқабақ, пияз, тұз. Мен көбінесе қыс мезгілінде асқабақты қолданамын, өйткені керекті дәрумендер өте көп. Пиязымызды және асқабағымызды көбіктеп турап аламыз. Фаршымызды араластырып, тұзымызды араластырып қоямыз. Мінекей достар, салмасы дайын. Жақсылап тұзымызды араластырып дайындап қоямыз. Июі қанған қамырымызды жаямыз. Қараңыздар, осылай ортасын баса отырып жайып аламыз. Сәл үлкейгеннен кейін оқтауымызға орап, тек екі шетінен басып жайып отырамыз, салмақ салмай. Өйткені ортасы өз жайлады, ортасын мүлдем басып жаюға болмайды. Қамырымыз дайын. Көріп тұрсыздар, қандай әдемі бір тек шықты қамырымыз. Енді осы қамырымызды жинап, көріп тұрсыздар, мұны қараңыздар, қандай әдемі дайын болды. Осы қамырымызды енді осылай жинаймыз және бірдей етіп кесіп шығамыз. Кесілген қамырымызды тағы да жайып, төрт бұрышты етіп кесіп шығамыз. Көріп тұрсыздар, қамырымыз қандай жұмсақ. Қараңыздар, қандай әдемі шыққан қамыр. Бұл қамырдың әдемі шығуы жақсы демалғанына, июі қанғанына байланысты, қыздар. Осылай бірдей етіп кесіп, барлығын жайып, салмасын дайындаймыз. Міне мантымызды бүгіп дайындадық. Енді осы мантваркеге салып пісіріп аламыз. Мантымыз пісті. Қараңыздар, сыртынан көрініп тұр. Өте сулы, сочный болып шыққан. Менің каналыма жазылып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Түрлі рецепттермен бөлісетін боламыз. Барлықтарыңызға ас болсын.